Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге қайызғақтан қалай құтылуға болатыны жайлы айтамын. Видеоны көрмес бұрын қазақ тілді арнаны қолдап, каналыма тіркеліп лайк басып қойыңыздар. Қайызғақтың пайда болу себебі. Негізінен ақ қайызғақ түйіршіктері, терінің өлі бөлшектері. Қайызғақ майлы және құрғақ теріде де пайда болуы мүмкін. Айырмашылығы тек мынада. Құрғақ теріде қайызғақ шашқа ғана емес, сонымен қатар киімге, иыққа түседі. Ал майлы теріде болса, майлы тері қабығы қайызғақты шашқа жабыстырып, олардың түсуіне мүмкіндік бермейді. Сонымен қатар зең де қайызғақ тудырады. Ал майлы теріде ол айтарлықтай жақсы көбейеді. Сондай-ақ шашты жиі кептіру, бояу және химиялық бұралау қайызғақтың пайда болуына және оның көбеюіне себепші болады. Мұның бәрі бас терісін құрғатады және ол қатты құрғақ қылады, немесе керісінше қорғана отырып майлай бастайды. Алайда қайызғақ теңге қотыр, есекжем, немесе әртүрлі дерматит сияқты кейбір тері ауруларының белгілері болуы да мүмкін. Егер қайызғақ қалыпты және ешқандай алаңдаушылық тудырмаса, онда зеңге қарсы сусабын қолдану арқылы құтылуға болады. Бірақ ол сусабының дәрілік құрал екенін ұмытпаңыз, және оны үнемі қолдануға кеңес берілмейді. Мұндай сусабынды бір ай қолданса да жеткілікті. Зеңге қарсы сусабынмен шашты қажет болған жағдайда жиі жууға бола береді, яғни шашыңыздың кірлегеніне байланысты. Бірақ қайызғақпен бірге қабыршақ, бөртпе пайда болып, басыңыз қышып, мазаңызды алатын болса, міндетті түрде мамандарға қаралыңыз. Олар қайызғақтың пайда болу себебін анықтап, тиісті ем тағайындап береді. Қайызғақтың алдын алу және емдеу. Не десе де қайызғақ зеңнен туындайтындықтан басқа біреудің шаш тарағышымен тарануға және бас киімін киюге болмайды. Иммунитетті нығайту керек. Егер ағзаңыз жалпы сау болса, бұл бас терісі мен шашқа жағымды әсер етеді. Сондықтан көктемде және күзде дәрумендер қабылдаған дұрыс. Егер теріге, шаш пен тырнаққа арналған арнайы витаминдер кешені болса, тіпті жақсы болар еді. Сусабынды дұрыс таңдаңыз. Сусабын дұрыс таңдалса, бас терісі мен шаш сау және қайызғақсыз болады. Ең дұрыс сусабын бұл зеңнің көзін жойып, жасушаның өсу жылдамдығын азайтып, және қайызғақ қабыршағын кетіретін сусабын. Сондықтан кеңінен жарнамаланатын сусабын сатып алмас бұрын, оның құрамын мұқият оқып шығыңыз. Мысалы, климазол және кетоконазол зеңнің көбеюіне жол бермейді. Есіңізде болсын, бұл заттар сумен тез жуылып кетеді. Сондықтан құрамында климазол мен кетоконазол бар сусабынды шашта бірнеше минут ұстау керек. Ал мырыш зеңмен тиімді күреспейді, бірақ оның жуылуы қиынырақ. Сондықтан ол ем мен қорғанысты қамтамасыз ете отырып, шашта ұзақ тұрады. Бұдан бөлек октапирокс, диогат, селен дисульфиді жасушаның жедел бөлінуін баяулатады. Бұл заттар тері майының бөлінуін азайтады. Сондай-ақ ол теріні қабыршақтап, қайызғақтың қабықшасын бұзады және май жасушасының күкірт пен салицил қышқылының жабысуына жол бермейді. Сонымен қатар басқа массаж жасау, салқын душ қабылдау теріні сергітіп және қан айналымын жақсартады. Егер арасында шаш қайызғақтана бастаса, оны түрлі әдістермен кетіруге болады. Мысалы, қына, басма, грек жаңғағының қабығы секілді шашқа арналған табиғи бояғыштар қайызғаққа қарсы әсерге ие. Бас терісі мен шашқа майсана немесе зәйтүн майын жағу өте пайдалы. Оны шашыңызды жуғанға дейін 10-20 минут бұрын жасауға болады. Ал әсері жақсы болсын десеңіз, басыңызды полиэтиленді үлбірмен және сүлгімен орап қойыңыз. Майлар қайызғақтың пайда болуының алдын алады және шашты жібектей етіп жылтыратады. Қырмызы гүлдің спиртті тұнбасы майлы шаштағы қайызғақты емдеп қана қоймай, сонымен қатар шаштың түсу кезінде де көмектеседі. Сондықтан бас терісін және шашты мұқият майлап, басыңызды сүлгімен орап 30 минут отырыңыз да жылы сумен шайыңыз. Майлы шаштағы қайызғақпен күресуге лимон да жақсы көмектеседі. Ол үшін бас терісін лимон шырынымен сүрту керек. Алайда алғашқы ем ыңғайсыздықты тудыруы мүмкін. Сондықтан шырынды шашта ұзақ ұстамаңыз, тек уақытты біртіндеп 30 минутқа дейін арттырыңыз. Дәріханадан 40% гипосульфат ертіндісін және 5% тұз қышқыл ертіндісін сатып алыңыз. Содан кейін бас терісін мақта талшықтарымен, алдымен гипосульфит ертіндісімен, сосын тұз қышқылымен ылғандандырыңыз. 10 минут үзілістен кейін рәсімді қайта қайталаңыз.
Мұндай ем бас терісінің қышқыл негіз балансын қалпына келтіреді және қайызғақты кетіре отырып шашты қатайтады. Қалақай қайнатпасы. Бұл дәл майлы шашқа арналған емдік құрал. Негізгі ингредиент ұсақталған қалақай жапырақтары. Ол үшін дәріханадан кептірілген қалақай сатып алып, 500 грамм қалақай жапырағына 5 литр су құйып қайнатыңыз. Содан кейін тұнбаны сүзіп суытыңыз. Бұл қайнатпамен басыңызды жуған сайын шайып шаштың түбіріне жағыңыз. Мұндай рәсім сізге тек қайызғақтан ғана құтылуға көмектесіп қоймай, сонымен қатар шаштың өсуі мен мықтылығына септігін тигізеді. Пияз бен арақ қоспасы. 1 ас қасық пияз шырынын 2 ас қасық араққа араластырыңыз. Сосын әр жолы басыңызды су сабынмен сабындаудың алдында осы қоспаны басыңызға жағыңыз. Содан кейін 1 литр қайнаған суға 50 грамм пияз қабығын дайындап 20-30 минутқа қалдырыңыз. Оны басыңызды жуғаннан кейін шаш шаю құралы ретінде пайдаланыңыз. Бұл рецепттің жалғыз кемшілігі ол тек қара шаштыларға ғана жарамды. Себебі пияз қабығы шаштың түсін өзгертетіндіктен аққұба шашты қыздар оны ұнатпауы мүмкін. Қайызғақтан арылуға 20 грамм жебір шөп, яғни тимьян, және 20 грамм талдың қабығы, 20 грамм емен қабығының қайнатпасы көмектеседі. Ол үшін 4 ас қасық қоспаны 15 минут бойы 1 литр суда қайнату керек. Содан кейін қайнатпаны суытып сүзіп алыңыз да шашыңызға жуар алдында бас терісіне жағыңыз. Тағы бір маскада 20 грамм талдың қабығы мен 20 грамм түйе жапырақ тамырын қолданамыз. Мұнда да 4 ас қасық қоспаны 1 литр суда 15 минут қайнатамыз, суытып сүзіп алғаннан кейін шашты жуар алдында бас терісіне жағамыз. Бұл шаштың түсуін азайтуға көмектеседі. Құрметті көрермендер, егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алда қандай тақырыпта видео көргілеріңіз келеді, комментарийге жазып кетіңіздер.